Сәлем достар! Бүгін біз сіздермен осындай өте әдемі және де өте жұмсақ болып шығатын булочкалардың рецептісімен бөлісетін боламын. Егер рецепт сіздерге ұнаса, лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бізге қажетті заттар: 180 мл су, 180 мл сүт, 1 ас қасық ашытқы, 70 грамм сары май, 2 ас қасық қант және 1 жұмыртқаның ақуызы қажет. Енді жылы сүтімізбен жылы суымызды ыдысқа құйып, оған шым тұз салып жібереміз. Және де қантымызды салып, ашытқымызды саламыз. Барлығын қант еріп кеткенше жақсылап араластырамыз. Осылай жақсылап араластырып, одан кейін ертіп алған сары майымызды құямыз. Араластырып жібереміз. Осылай енді 1 жұмыртқамыздың ақуызын салып, жақсылап араластырамыз. 650 грамм ұнды аз-аздын салып, жұмсақ қамыр илейміз. Жұмсақ болу керек қамырымыз. Мінекей, осындай жұмсақ қамыр болады. Бетін жауып, 1-1,5 сағатқа ыстық жерге алып қоямыз, жылы жерге. Мінекей, қамырымыз осылай әдемі болып көтерілді. Жұмсақ қамыр болды. Осылай. Енді оны өзімізге қажетті формаға келтіретіндей етіп бөліктерге бөліп аламыз. Домалақтап, бетін тағы жауып, жарты сағатқа тағы қойып қоямыз. Енді қамырдың бетіне себетін дайындаймыз. Ол үшін 20 грамм мұздай холодильникте тұрған сары май, 2 ас қасық ұн, 1 ас қасық қант салып, жақсылап осындай крошка пайда болғанға дейін араластырамыз. Қамырымыз осылай әдемі болып тағы көтерілді. Енді ортасын сәл басып қою үшін мен осындай ыдысты пайдаландым. Сіздер өздеріңіз қалауларыңыз бойынша формаға келтіруіңіз мүмкін. Үйде қандай варенье бар болса, соны пайдаланасыздар. Және жұмыртқаның сарысына азғантай су қосып, бетіне жағып шығамыз. Оның үстіне крошкамызды себеміз. Осылай крошкамызды сеуіп, 180-200 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Егер рецепт сіздерге ұнаса, менің каналыма тіркеліңіздер.